Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сүйікті оқырмандарым, үйіңізде бір жұмыртқа болса, осындай жұмсақ болып шығатын печенье пісіріп көріңіздер. Базардан сатып алмай, өздеріңіз балапандарыңызға жасап беріңіздер. Каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгіні басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде менің қызықты, пайдалы видео рецептерімді бірінші болып көресіздер. Бізге печенье керек заттардың барлығын описанияға қанша грамм екенін жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған 100 грамм сары майымыздың үстіне 100 грамм қантымызды салып жақсылап араластырамыз. Екеуін жақсылап араластырып болған соң үстіне тағы бір жұмыртқамызды қосып, тағы да бір кепкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте құрғақ заттарымызды араластыратын боламыз. Алдын ала електен өткізілген 200 грамм ұнымыздың үстіне бір шай қасық крахмал, жарты шай қасық разрыхитель, сосын жарты шай қасық содамызды қосып, үстіне 100 грамм шоколадымызды майдалап пышақтың көмегімен турап қосатын боламыз. Енді осы құрғақ затымызды жұмыртқалы массамыздың үстіне қосып, қасықтың көмегімен жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде қасықтың көмегімен араластырыңыздар. Егер қолдарыңызбен араласатын болса, жабысып қалуы мүмкін. Енді мінекей осындай масса болып шығады бізде. Достар, қазақша футболктың, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар деп сұраймын. Осы видеоны поделиться деген батырманы басып, тапкерлеріңізбен, сіңілдеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдын ала пешімізді 180 градуста қыздырып аламыз. 20-25 минутта пісіп қалады. Көп ұстаудың қажеті жоқ. Печкада қызарған кезінде, кішкене сол кезінде уже печеньеларымыз дайын болып шығады. Сіз міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай, базардан сатып алмай, үй жағдайында жасап берсеңіздер болады. Мұнда рецептен көп салудың қажеті жоқ. Рецепт бойынша жасап көріңіздер, өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Базардан сатып алмай, үй жағдайында жасап көріңіздер. Ұнды көп салып жүрсеңіздер, онда печеньеларыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Міндетті түрде жасап көріңіздер.